Кекс пісіру үшін 100 грамм бізге сары май керек. 250 грамм ұнды елеп алдым. Бір чай қасық көріп тұрсыздар толы разрыхитель және кішкентай қасықтың жартысы, кішкентай чай қасықтың жартысы ас тұзы. Бір банка сгущенка. Майға тұзымызды салып, араластырамыз. Сгущенканы қосып жатырмын. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды шетінен салып араластыруымыз керек. Разрыхитель салам. Нан қопсытқышты. Жақсылап араластырып дайындап алдық. Енді мынандай ыдысқа құям. Менікі силикон. Духовкеге қойып 180 градуста 40 минуттай пісіреміз. Кексіміз пісті.